Ардақты әлеумет, әлем көз тіккен 47-ші кезекті Америка президент сайлауын Құдай қолдап, бабалар қорғап, бүгінге жеткен жалпақ қазақ тілімен жүргізейін. Ең әуелі, әйел затының жолы жіңішке ғой деп, жақында 60-ты аттаған Калифорния тумасы, заңгер, саясаткер, сенатор, прокурор, былайша тура биде туған жоқ деп, туған жері Калифорнияда бас би атанып, қарақылды қақ жаратын әділдік майданында күрескен 4 жылдан бері Ақ үй қожайыны Байден ақсақалдың бас көмекшісі болып, ақш-тың вице-президенті қызметін атқарған демократшыл Камала Харрис есімді қараторы апамыздың қарсыласы кім дейсіздер ғой? Атағынан ат үркетін, жасының кәрілігіне пысқырып қарамайтын, алдына келген дөкей президент болама, басқа болама, әйтеу қолын сілкіп амандасуға құмар, мінезі сотқар баладай, көңілі көктем даладай, атағы мен шатағы қатар шауып, байқаусызда 80 жасқа секіргелі тұрған әлемдік саяси доданың белді ақсақалы Дональд Трамп. Ендеше әр ауылдың салты басқа, иті қарағасқа дегендей, ақ кигізге отырғызып, күн талдап бата беріп, ырым-сырым жасауға құмар емес. 4 жыл сайын қарашаның алғашқы сейсенбісіне президенттік сайлам өтетін ақш дәстүрлі жосын қарашаның 5-ші жұлдызына тура келіп дүрете түсті. Сайлам билеттері талғам таразысы. Қазірше толық анықталмады. Поштамен келетін, алыстан ағылып жақыннан жабылатын біраз дауыстардың нәтижесін күтпек. Демек, екі қарсыласта қазірше ұқсас 49% дауыспен зөңгі таласып, қатар шауып келеді. Бүгін ертең мәре сызығын кім алдымен кеседі, соның партиясы бас шабандоз атағын алмақ. Әлемде елең еткізген саяси сахана болған соң екі бас кейіпкердің бағын асырып, жасын жасырып, шабытымды тасысам, қараторы келіншек Харристің демократиялық партияға уәкілдік етеді. Ал жігіт ағасы Дональд Трамп республикалық партияның бас үміткері. 4 жыл бұрынғы тақ таласта демократшыл Байден мырза сол кездегі республикашыл президент Трампты жеңіп кетіп, махаббат пен мәнсап жасқа қарамайды дегенді тағы бір мәрте дәлелдеп еді. Демек, осы екі партия бұрыннан бері бір-біріне төлеген мен Бекежандай ортада балбұл жанып қыз жібектей тақ тұрған соң таласпасқа не шара? Әлемнің өзі осы қайшылықта. Әйтпесе тақ пен табыттың иесі болмайды. Атам қазақ көп ескертті. Тыңдайтын көршел жоқ. Ағайынды Ресей мен Украин арасында басы алауыздық, соңы жауыздыққа ұласқан соғыс оты әлі өшпей келеді. Соның зардабын тартып жатқан Украинаның бейгүнә халқы мен елінен қашып кетіп жатқан босқындарға кім тоқтау салмақ? Салмағынан алмағы, талғамынан талабы көп, ата баласы, ноқта ағасы, алпауыт Ресей дүниелік жер картасының теңдессіз үлесімен біріншілікті алып отырса да, баласы басқа болғанмен атасы бір, Украин туысқанына неге сонша шүйліккеніне таңым бар. Әйтеу, атасы басқа біздермен алыстан ойнап отырғанына шүкір дейік. Әйтпесе жеріміз 9-шы болғанмен, оны қорғайтын батырларымыз 90 миллион емес. Жоңғардың жолына түспей, Абылайдың айласымен келе жатқан асылдың сынығындай текті елімізге тек қана баяндылық тілейміз. Себебі құмырсқадай құжынаған Қытай көршімізде іргесін ашып, ілтипатын көп жасауда. Келгенше қонақ, келген соң үй иесі ұялатындай, аз болсақ та сазтірлік, сақтықта қорлық жоқ, қарекет жасауға шебер болғанымыз бек абзал. Біз бүгін арғы мұхиттағы ақш сайламын неге айтып отырмыз? 3 емес 6 қайнаса да сорпасы қосылмайтын, төскейде малы төсекте басы бірікпейтін, діні де тілі де бөлек бөтен елдің саясатына неге сонша назар аударамыз? Өйткені Ақ үй қожайыны кім болады? Сол алдағы бірнеше жылда өз дегенін істейді, жоспарын іске асырады. Қысыр сөзге емес құнды пікірлерге сүйенсек, Трамп бұрыннан ақ шығыстағы қысық көз көршімізге қырын қарайды. Қан шығармай бауыздайтын санкциямен де талай қысқанын білесіздер. Оның салқыны ең әуелі қысық көздің там көршісі бізге де тиетінін естен шығармайық. Неге дейсіз ғой, экономикалық бақталас юан доллардың айқасы әсерінен теңге құнсызданып, сауда әлсіреп, қымбатшылық артуы мүмкін. Сонымен қоса миллиард елден құйылатын миллиондаған қаржыда доллардың өлшеммен ыңыршағын батырып, Астананың бітпей жатқан елерті
аспалы жолындай талай дүние жолынан жаңылып, қарыз бен өсім артып, сенім мен үміт секем алуы ғажап емес. Десе де қайшылықтың екінші жағы бізге ұтымды оң өзгеріс, отандық өндіріске жол ашылып, өзгеге тәуелділік пен мұқтаждыққа аз болса да тойтарыс беретін егемендік серпін артар ма еді. Өйткені Алматының бір барахолкасы, одан қалса өршіп бара жатқан интернет дүкен, үйде отырып Қытекең тиктогымен арзан тауарын жарыса сату, Қытайдың базарын жарнамалау, онсыз да қымбатқа тоқтап қалт-құлт етіп жатқан отандық өндіріс пен ұлттық тауарды тұншықтырып, шағын бизнеске келімсек көбейген тұста, тіптен Қытекеңнің тіс шұқитыннан бастап, ине жібіне дейін саудаласып, завод, техника, жол, қаржы, базар, газ, мұнай, машина өндіріс тағы басқа шаруаларда қоян қолтық араласып отырған сәтте, алуан себептермен көршінің бізге бағыттаған экономикалық тегеуріні босаңси қалса, отырған қыз орнын табар, немесе орнында бар оңалар Қытекеңнен үйренген арзан өндіріс ошақтарын өзімізге көптеп жалпыластырып, айыр қалпақты ағайын қырғыздар секілді матаны Қытайдан алып, киімді өзіміз тігіп, қолжетімді баға жасағанындай артық салықтан құтылып, отандық тауарға, қытайлық техникаға, қазақы саудаға зор пайдасын тигізер ме еді. Егерде қараторы Камала Харрис ханым жеңіп кетсе, оның бізге екі түрлі әсер етуі мүмкін. Бірі, көрші Қытекеңмен жасалған селбестік саудалар мен алуан шаралар өз қалпымен жүйесіне түсіп, Орта Азияның бейбіт сүйгіш сүйкімді елі және Азия Еуропаның көпірлік ролын, тауар қақпалық қызметін ойдағыдай атқара берер едік, бәлкім. Немесе кері жағы, бұрқыратып жатқан алауыз ағайынды солтүстік көршілердің шаң тозаңы түбегейлі басылмай, сағышса созыла беретін болса, бізде ірге мықтап, сақтық орнатуға қам жасаймыз. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сырт ел сыншы ғана, ең керегі ішкі бірлігіміз. Қазағымыздың бір ауыздылығы, береке бірлігі мен тату тірлігі. Осы жерден хабарымызды аяқтаймыз. Құрметпен, тәуелсіз арна, керек дерек, мен Қанатбек Ермек. Біз сіздермен қашанда біргеміз.